Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз мынандай қытырлақ, өте дәмді болып шығатын вафлилер пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Вафлиді пісіруге өте қарапайым заттар қажет. Ұн, қант, тұз, сұйық май, 3 жұмыртқа. Ең алдымен біз ыдысымызға 3 жұмыртқаны алып, жаратын боламыз. Оның үстіне тұзды саламыз, оның үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен араластырамыз, біркелкі болғанша. Енді осы массамыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз біркелкі болғанша. Енді ұнымызды 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Әр бөлікті салған сайын біркелкі болғанша араластырамыз. Осындай сгущенка сияқты масса шығу керек бізде. Вафельницамызды алып, алдын ала қыздырып аламыз. Вафельницаның көлеміне байланысты масса құятын боламыз қажетті көлемде. Енді жауып, вафлиміз кішкене қызарып, осында әдемі түске енгенше күтеміз. Енді оны алып, трубочки сияқты формаға немесе осындай формочкамен осындай сәйкесінше пішінге келтірсеңіздер болады. Мінекей мен осындай формада істедім. Айналдырып, кішкене күте тұрамыз. Мінекей өте әдемі формада шығады. Дастарханға қойғанда да өте әдемі болып тұрады. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Мінекей біздің қытырлақ, әдемі, өте дәмді вафлиларымыз дайын болды. Қазір біреуін алып, сіздерге қандай қытырлақ екенін көрсетейін. Достар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.